Азамат жас, талантты хирург, өз клиникасындағы ең болашағы зор мамандардың бірі ретінде танылған. Ол жұмыс кестесінің тұрақсыздығы мен күтпеген жағдайларға баяғыда үйреніп қалған. Ол үшін түнгі қоңыраулар екінші есіміндей болып кетті, олар бір ғана нәрсені білдіретін. Оны тағы да ауруханаға шақырды. Ол жерде әр минут алтыны қымбат. Бірақ ол енді ғана кезекшілік күнін аяқтаған болатын, енді тағы да жиналуға тура келді, демалысын кейінге ысырды, өйткені жақын жерде біреу оның көмегіне мұқтаж. Азамат төсегінде жатыр еді, телефон соға бастағанда ұйқысы қашып кетті. Ол көзін ашып баяу отырды, есінеуін әрең тежеп оянуға тырысып бетін сипат. Қоңырау жайдан жай емес еді, бұл кезекші медбике болатын. Жас дәрігер трубканы алып, сергек көрінуге тырысты, бірақ шын мәнінде денесі әлі де демалыс сұрап тұрғанын сезді. Алло, қайырлы кеш. Иә, тыңдап тұрмын. Жоқ, ұйықтаған жоқпын, қазір барамын. Жолға шықтым, деді. Оның көлігі әдеттегідей көшеде тұрды, гаражда емес. Бұл оның жедел жәрдем бөлімшесінде жұмыс істей бастағаннан бері бір ритуалға айналған еді. Өйткені кез келген уақытта, тіпті терең түнде де оны шақыруы мүмкін, және ол дайын болу керек. Ойлануға уақыт жоқ, күмәндануға уақыт жоқ. Кез келген уақытта дайын болу керек. Азамат, тағы да кетіп барасың ба? Деді жатын бөлмеден оның анасы, Меруерт, оның дауысы сәл алаңдаушылықпен естілді, пен түсіністік сезілді. Ол ұлының хирургтың қиын жолын таңдағанымен баяғыда келіскен еді. Иә, анашым, шұғыл ота. Ассистент болуым керек. Шамасы, таңға дейін оралмаймын, онда қиын жағдай, деп жауап берді ол, сабырлы сөйлеуге тырысып, бірақ ішінде біреудің өмірі үшін алдағы күреске дайындық басталған еді. Мен енді қалай ұйықтаймын? Азамат, сен білесің ғой, мен сені уайымдаймын, деп күрсінді Меруерт ұлына жақындай түсіп. Анашым, олай істемеңіз. Менің кесірімнен ұйқыңыздан айырылмаңыз. Мен бұл мамандықты саналы түрде таңдадым, және түнгі шақырулар менің өмірімнің бір бөлігі. Мен сіздің бұдан зардап шеккеніңізді қаламаймын. Балам, қай себепті зардап шегетінімді өзім шешейін, жарай ма? Деп жұмсақ, бірақ батыл жауап берді әйел, өткенде қанша рет терезе алдында тұрып, ұлының үйге оралғанын күткенін еске түсіріп. Келістік, деді Азамат басын изеп, анасын құшақтап бетінен сүйді де есікке қарай асықты. Бірнеше минуттан кейін оның көлігі ауладан шығып, оны ауруханаға алып кетті. Жедел жәрдем ауруханасында отаға дайындық басталды. Хирургиялық бригада жиналып, процедураны бастауға дайын болды. Азамат ота бөлмесіне кіргенде, оны бөлім меңгерушісі қарсы алды. Тәжірибелі хирург, ол кешігуді және кемшіліктерді кешірмейтін. Азамат, неге сонша кешіктің? Деп қатаң сұрады ол, ұнатпағанын жасырмай. Бар болғаны 15 минут, мен мүмкіндігімше тез келдім, деп ақталды жас дәрігер. 55-60 жастағы ер адам, көптеген жыртылған жарақаттар, көп қан жоғалтқан. Құтқарушылар тікұшақпен жеткізді. Шамасы аң шабуылдаған, деп артық сөзсіз хабарлады аға хирург, бірден іске көшіп. Бұл жағдайға қалай тап болды екен? Деп сұрады Азамат, ішінде алаңдаушылықтың көтеріле бастағанын сезініп. Аю, деп қысқа жауап берді аға хирург, және дәрігерлер ота үстеліне қарай бет алды. Азамат пациентті көргенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ер адамның сыртқы келбеті тым аянышты еді, денесінің бәрі тыртық, қан жоса. Бірақ сонда да түрі таныс секілді. Бұл оның біраз уақыт бұрын жоғалып кеткен әкесі Сәкен болатын. Уақыт оның жүзін өзгертпепті. Бұл анасы, екеуі үміттерін үзбей күткен адам еді. Бірақ бұл жерде эмоцияға ерік беруге болмайды. Ота басталды, және Азамат өзінің ең ауыр жағдайларда қолдануды үйренген бөлігін іске қосты. Суық қанды, жинақы, кәсіби механизм, тіпті хаоста да бақылауды сақтай алатын. Оның жаны қатып қалғандай болды, ал ойлары қатаң тәртіпке келді. Ол егер қазір өзіне әлсіздік берсе, бұл пациенттің өміріне қауіп төндіретінін білді. Ота бірнеше сағатқа созылды. Бәрі аяқталғанда және пациент интенсивті терапия палатасына ауыстырылғанда Азамат ота бөлмесінен ауыр оймен шықты. Бірден анасына қоңырау шалды. Анасы дауысы дірілдеп: «Балам, қалай өтті?» деді. «Бәрі жақсы, анашым.
Ота сәтті өтті. Пациенттің жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Құдайға шүкір деп жеңіл күрсінді анасы. Артынша, даусың бір түрлі ғой деді алаңдап. Анашым, мен қазір сізге бір нәрсе айтамын. Бірақ сіз уайымдамаймын деп уәде беруіңіз керек. Бұл күтпеген жағдай. Айтсаңшы, уайымдатпай. Деп елең ете қалды Меруерт. Жоқ, мен үйге келіп асықпай айтқаным дұрыс. Сабыр сақтаңыз, өтінемін. Жоқ, балам. Сен мені қызықтырдың, енді қазір айт. Жарайды, бүгінгі пациент тірі. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Ағзалары бүтін, тыртықтар қалды, бірақ ол тірі қалады. Және бұл адам, біз үміт үзбей күткен адам. Мүмкін емес деп сыбырлады Меруерт, сенің айтқың келгені расымен сол ма? Иә, анашым. Бұл әкем. Ол тірі. Әйел көз жасын тоқтатуға тырысып бетін қолымен жапты. Ол өз құлағына сене алмады. Сонша уақыт күту, соншама азап, міне ол оралды. Мен қазір келемін деді ол, жиналып жатып. Бірақ үйден шығар алдында ол ұлына қайта қоңырау шалды. Мені мұқият тыңда. Ешкімге оның тірі екенін айтпа. Әсіресе Әділ аға. Маған уәде бер деді. Неге? Деп түсінбеді азамат. Барғанда түсіндіремін. Тек уәде бер. Жарты сағаттан соң ағанасы мен ұлы реанимацияның бақылау терезесінің алдында тұрды. Сәкен көздерін жұмып жатыр, ал Меруерт эмоциясын тежей алмай, маңдайын әйнекке тіреді. Азамат үндемейді. Ол қазір анасының естеліктер дауылын бастан өткеріп жатқанын білді. Содан кейін оның үнсіз өтінішіне жауап бергендей, ойлары өткенге, бәрі басталған сол күнге қарай ойысты. Бірнеше жыл алдын бойжеткен Меруерт танымал профессордың қызы, алғаш рет ата-анасының ертіп жүруінсіз қала орталығына барды. Бұл оның жас өміріндегі маңызды қадам еді. Құрбысы Әминамен бірге олар концертке бет алған, ал кейін ойын-сауық саябағына және балмұздақ кафесіне баруды жоспарлаған. Меруерт қатаң, бірақ сүйіспеншілікпен тәрбиеленген. Ол классикалық музыканы жақсы көретін, операға баратын, кітап көп оқитын. Әмина болса мүлде басқаша еді, еркін, батыл, сән мен батыс мәдениетіне құмар. Олар айырмашылықтарына қарамастан дос болды. Олар сол уақытты бөле ағайындылар мен Сәкен және Әділмен танысты. Сәкен тыныш, ойлы, мейірімді көздері нұр шашып тұратын еді. Әділ, батылырақ, өзіне сенімді. Меруерт ерекше сезімді Сәкеннің жанында сезінді. Оларды жай таныстықтан да артық нәрсе байланыстырды. Бұл кейін отбасыға, өмірге, жоғалтуға және қазір оралуға айналған махаббат еді. Меруерт өтінемін деп жалынған еді, сол кезде Әмина, сен менің құрбымсың ба, жоқ ба? Егер менің өтінішімнен бас тартсаң, екеуміздің арамызда достық бітті дей бер деген. Қандай да бір жігіттер үшін ең жақын құрбың мен достықты үзуге бола ма? Деп таңдана қараған болатын Меруерт, ол Әминаның әзілдеп тұр деп ойлады. Сәкен менікі, ал екіншісі Әділ сенікі. Келістік пе? Деп сыбырлады Әмина. Маған ешкім де керек емес. Екеуін де ала бер. Шынымды айтсам, олардың ешқайсысы маған қызық емес. Әмина, сен не деп кеттің өзі? Біз аттракциондар саябағына, кафеге баруды жоспарлағанбыз ғой. Бұл екеуі бізге неге керек? Деп күлді Меруерт. Ал егер мен бір көргеннен ғашық болып қалсам ше? Деп көзін қысты Әмина, сонда сен мені тіпті қолдамайсың ба? Меруерт ауыр күрсінді. Әрине, ол келісті. Бірақ басқа кез келген жағдайда бұл жігіттермен серуендеуге бармас еді. Кездесу кезінде Әмина Сәкеннің айналасында айналшықтап жүріп алды, бірақ оның онша риза емес екені көрініп тұрды. Ол мүмкіндігі болған сайын Меруертке көз тастайтын. Ал сүйкімді, толықша келген Әмина оған мүлдем ұнамаған еді. Әмина мұны байқады, бірақ Сәкенге емес, ойын ережелерін адал орындап Әділдің жанында келе жатқан Меруертке ашуланды. Әділдің өзі екі қызға да енжар қарады, және кеш бойы қабағы түсіп жүрді. Бұл таныстық жақын құрбылар арасындағы келіспеушіліктің бастауы болды. Әмина Меруертпен бір апта бойы сөйлеспеді, ал Меруерт неге екенін түсінбеді. Сәкеннің таңдауы өзіне түскеніне өзін кінәлі сезініп жүрді алғашқыда.
Кейіннен қолын сілтеді. Құрбысы әрқашан бір нәрсеге наразы, үнемі айлакерлік жасайтын, талап қоятын, және өзінің пікірінен басқа ешкімнің пікірін қабылдамайтын. Меруерт құрбысынан алыстаған соң, өзіне ұнайтын нәрселермен айналыса бастады. Бұрын Әминаға бейімделуге тура келетін, енді болса бәрібір. Жаз келді, және Меруерт театр маусымын жіберіп алғанына өкінді. Бірақ ештеңе етпес, профессор отбасы жазда әдетте саяжайда өткізетін, және қазір олар да қала сыртына кетті. Меруерттің анасы бұл кішкентай кезінде қайтыс болған. Қызды әкесі және анасы жағынан әжесі Маржан апа тәрбиелеген. Көп жылдар бойы үйірмелер үйінің директоры болып жұмыс істеген әжесі немересіне өнер мен театрға деген сүйіспеншілікті дарытқан. Дәрігер, профессор әкесі қызын оталар мен жиналыстар арасында тәрбиеледі, іс жүзінде барлық міндет денесіне жүктеді. Меруерттің анасы қайтыс болғаннан кейінгі ортақ қайғы оларды байланыстырды. Ол кеткеннен кейін Маржан апа күйеу баласының үйіне көшіп келіп, немересін тәрбиелеумен айналысты. Солай өмір сүрді, профессор қайта үйленбеді, барлық назарын жұмысына және қызына аударды. Меруерт әкесімен нағашы әжесінің мейіріміне бөленіп өскен. Күзгі мезгілде, саяжайдан оралғанда, Меруерт күтпеген жерден Әминадан қоңырау алды. «Сәлем, құрбым. Мені мүлдем ұмытып кеттің. Бүкіл жаз бойы бірде-бір қоңырау соққан жоқсың» деп тұр. «Мен әдеттегідей саяжайда болдым ғой, сен оны білесің» деп сабырлы жауап берді Меруерт. «Кездесейік, менде жаңалық бар, сен таңғаласың», деді Әмина. «Жайшама?» деп күмәнмен сұрады Меруерт. Ол қарым-қатынасты жаңартуды онша қаламады, әсіресе барлық реніштерден кейін. Ол үнемі ескертулер мен наразылықтарсыз жалғыз болуға үйреніп қалған еді. «Ой, қойшы. Мен қазір келемін, шай қойып қой» деді құрбы қыз. Шындығында Әмина баяғыда татуласқысы келген еді. Біріншіден, ол Сәкенмен кездесе бастап еді. Тек енді жігіттің сүйіспеншілігін ояту керек болды. Мысалы, өте сәнді киіну керек. Меруерттің әдемі, сәнді көйлектері көп. Ол ешқашан бұған жоқ демейді. Не сұраса да береді. Оның үстіне Сәкенмен кездесіп жүргенін айтып, құрбысын кешке киноға шақырмақшы. Сәкен ағасымен бірге келеді. Айтпақшы, Әділ сені бірнеше рет есіне алды. «Меніңше, сен оған ұнадың» деп қулана көзін қысты. «Әмина, Әділді неге айтып тұрсың? Оны не істеймін? Біздің ортақ ештеңемізде жоқ» деп таң қалды Меруерт. «Қалайша не істейсің? Кездесіңдер. Сенің әлі жігітің жоқ. Барлық қыздар жігітпен кездеседі, ал сен тек кітапханада отырасың» деді Әмина. «Содан не болады? Бірінші жолыққан адаммен кездесе беруім керек пе? Маған бұл керек емес, және жалпы басқа қыздардың кездесетіні маған бәрібір. Мен үйірлік инстинктке бағынбаймын» деп ренжіді Меруерт. «Тек өзіңді ерекше қылып көрсетіп, басқаларға менсінбей қарамашы» деген Әмина бұртиып қалды. Енді ғана татуласа бастаған құрбылар тағы да жанжалдаса жаздады, бірақ дер кезінде тоқтады. Ешқайсысы да келесі қақтығыстың олардың достығындағы соңғысы болатынын күдіктенбеді. Кинотеатр алдында халық көп жиналды, премьераға билеттер тапшы еді. Сәкен мен Әділ де келді. Сәкен арманындағы қыз Меруертті көріп қатты толқыды. Дәл сол Меруерт көктемде кездірген және содан бері ұмыта алмаған қыз. Дәл сол үшін ол Әминамен байланысын үзе алмай жүргені оның құрбысын қайта көруге үміттенген еді. Ал енді бұл мүмкіндігін жіберіп алмайды. «Меруерт, 1 минутқа шыға аласың ба? Сөйлесетін нәрсе бар» деді Сәкен, оның қолынан ұстап бір шетке алып кетіп. Әділ мен Әмина бір-біріне қарады. «Ол оны қайда сүйрелеп кетті?» деп таңданды Әмина. «Үйленуге шығар» деп мысқылдады Әділ, бірақ Әминаның қабағындағы кірбіңді байқап үндемеді. «Құрбыңды ұнатпайтын сияқтысың ғой, солай ма?» дей беріп еді. «Сенің шаруаң емес» деп күңк ете қалды Әмина. «Менің шаруам ба, жоқ па, бірақ енді сен құрбыңды одан да қатты жек көретін боласың. Сәкен оны жақсы көреді. Және бұл бізді жақындастыратын тағы бір нәрсе. Не туралы айтып тұрсың?» деп ызалана жымиды Әмина. «Сәкен екеуіңнің арасынан таңдады, және таңдау сенің пайдаңа болмады, сұлуым. Ертең түсте саябақта кездесейік. Жоспарды талқылаймыз.
Қысқаша, мен Сәкенге зиян келтіру үшін бәрін жасаймын. Қызды тартып аламын, оған үйленемін, тіпті сүймесем де. Ең бастысы, оған ауыр тисін. Оның қиналғанын көргім келеді деді. Ол сенің ағаң ғой. Не үшін оны жек көресің? Деген Әмина таңдана сұрады. Анамыз олардың дастарханнан қалған тамақтарды әкелген үшін. Оның ескі құсқы киімдерін кигенім үшін. Бүкіл өмір бойы бізді аяған кедей туысқандар болғанымыз үшін. Сен бұл аяушылықтың қалай қорлайтынын білесің бе? Әмина әділге тіктеле қарады. Сол сәтте түсінді, екеуінің де ойы бір жерде екен. Оларды бір сезім, қызғаныш пен кек алу тілегі біріктірді. Сен маған көмектесесің бе? Деп сыбырлады Әмина. Жоқ, біз бір-бірімізге көмектесеміз. Дәлірек айтсақ, солай болады деп мысқылдады Әділ, және Сәкен мен Меруерттің қайтып келе жатқанын ескертіп, оның қолын қатты жұлқып алды. Әмина бірден байқады. Сәкен ыңғайсызданып тұр, ал Меруерттің екі беті нарттай қызарып кеткен. Ыңғайсыздық сезініп тұрғаны көзге ұрып тұр. Меруертті не сонша ыңғайсыздыққа душар етуі мүмкін? Шамасы, таңдану сөздер мен мақтаулар. Әминаның жүрегі ыза мен реніштен қатты соғып кетті. Сол кештегі фильмді ол тіпті көрген жоқ деуге болады. Бүкіл сеанс бойы қыз Сәкенге қарады, кейін Меруертке көз тастады. Олардың отырыстары сөзсіз көп нәрсені ұғындыратын. Саябақтағы ертеңгі кездесуді күтпей, үйге бара жатқан жолда, Әмина Әділге сыбырлап. Мен сенің жоспарыңмен келісемін деді. Уақыт өтіп жатты. Меруерт университеттің режиссерлік факультетіне оқуға түсті, және Әминаның үміті қайта оянды. Енді Меруерт біздің компаниядан мүлдем алыстайды. Әминаның өзі қайда оқуға түскенін болжау қиын емес. Әрине, ол сүйікті Сәкеніне жақын болу үшін фармацевтикалық факультетті таңдады. Емдеу факультетіне түскісі келген, бірақ балдары жетпеді. Фармакологиямен қанағаттануға тура келді. Медицина оған мүлдем жиіркенішті еді, бірақ Сәкен үшін ол күн сайын химия дәрістеріне шыдауға дайын болды. Сонымен қатар, Меруерт Әмина үшін тұрақты ауыртпалық болып қала берді. Оның жек көрушілігі күн сайын өсті, бірақ олар әлі де ең жақсы құрбылар екендей түр көрсетуге тура келетін. Бірақ Меруерттің нағашы әжесі Маржан апа тым зерек әйел еді. Құрбыңның ниеті таза емес сияқты. Оны үйге әкеле бермеші, Меруерт, деді әже бір күні қатаң. Мен сенің орныңда болсам, Әминаны жақындатпас едім. Ол неге саған желімдей жабысып алған? Сәкен екеуіңе оңаша қалуға кедергі жасайды үнемі, деді. Әже, қойыңызшы, деп қызара жауап берді Меруерт, біз оңаша болғымыз келмейді ғой. Жай ғана Сәкен әкеме келеді. Ол университеттен кейін оның ассистенті болып жұмыс істемекші. Ол сенің күйеуің болмақшы, содан кейін ғана ассистент, деп күрсінді Маржан апа. Жақсы жігіт, Меруерт жан сені сүйеді. Оны жіберіп алма. Ал мынаны, оның ағасы Әділді, және сенің ең жақсы құрбыңды қуып жібер. Неге? Деп таңғалды Меруерт, біз Әминамен бала кезден доспыз ғой. Иә, түсініспеушіліктер болды, бірақ кейіннен жарасып кетеміз, деген Меруерт құрбысына шаң жолатқысы келмеді. Әлі баласың ғой, Меруерт жан, мені тыңда. Маған көп қалған жоқ, ал әкең ғылыммен өмір сүреді. Егер өмірде саған тірек және қорғаныс бола алатын біреу болса, ол тек Сәкен. Айырылып қалма осы жігіттен, деген Маржан апа терең күрсініп алды. Көп ұзамай Меруерттің өзі де әжесінің қаншалықты дұрыс айтқанын түсіне бастады. Бұл оқиға жаңа жыл қарсаңында орын алды. Сәкенмен махаббат айдында жүргендеріне біраз уақыт болып еді. Жақын достарын жинап, жаңа жылды бірге өткізуге жоспарлаған еді. Сәкен қалыңдығына қоңырау шалып, таксимен 5 минут қалғанда үйінің алдына келді. Сыртта 20 минуттай күтті, бірақ Меруерт шықпады. Таксиді қайтарып жіберген соң, ол подъездге кіріп, жоғары қабатқа көтерілуге шешім қабылдады. Бірақ баспалдақ сатыларында Меруерттің ес-түссіз жатқанын көріп, есін жоғалтып ала жаздады. Қылмыскер қызды баспалдақтан төмен қарай итеріп жіберген еді. Ол кіреберістегі шамды бұрап тастағандықтан подъезд қараңғы болатын. Сәкен тез арада жедел жәрдем шақырып, жаңа жылды ауруханада бірге өткізді. Олардың достары оларсыз тойлады. Ешкім де неге жұптың келмегенін білмеді.
Тіпті меруерттің жақын құрбысы Әмина да, ол кешігіп шашы ұйпа-тұйпа болып мейрамханаға жүгіріп кіргенде ештеңе білмейтінін айтты. Әділ оған күдіктене қарады. Сәкен мен меруерттің қайда екенін нақты білмейсің бе? Мен айттым ғой, білмеймін. Деп ашулана жауап берді Әмина. Білмеймін дейді. Сен дем алғаннан гөрі жиі өтірік айтасың. Үсті басыңды ретте, соғыстан кейін отырғандай шашың ұйпа-тұйпа болып тұр деп жымиды Әділ. Жай ғана шаш қыстырғышты жоғалтып алдым деген Әмина оны шынтағымен түртіп жіберді, ал Әділ оған жауап ретінде шымшып алды. Басынан бастап олардың қарым-қатынасы осындай жек көрушілік пен тәуелділікке толы болды. Сәкен мен меруертке деген ортақ жек көрушілік оларды өздері елестеткеннен де қаттырақ байланыстырды. Келесі күні Әділ не болғанын білді. Оның бөле ағасы ота сәтті өткені және меруерттің біраз уақыт тепісте болатыны белгілі болғаннан кейін бәрін айтып берді. Расымен бе? Мұны кім істеген болуы мүмкін? Деп таңданды Әділ. Баспалдақтан әдейі итеріп жіберу қылмыстық іс қой. Бұған мерзім беруі мүмкін. Иә, егер кінәліні тапса. Бірақ меруерт кім болғанын білмейді. Рас, мен баспалдақтан әйелдердің шаш қыстырғышын тауып алдым. Әрине, бұл оны қылмыскер түсіріп алды деген сөз емес. Тұрғындардың бірі жоғалтып алуы мүмкін деп ойлана айтты Сәкен. Әділ үндемеді. Ол Әминаның шашы ұйпа-тұйпа болып абдырап, шаш қыстырғышты жоғалтқанын мойындаған сол кешті есіне алды. Бұл жағдай сол күйі ашылмаған күйде қалды. Ал меруерт ауруханадан шыққан Сәкен екеуі шаңырақ көтерді. Тойдан соң олар достарымен қала сыртына барып демалмақ болған еді. Олар көлдің жағасына аяңдады. Кәуап, гитара мен әндер, жылы қыркүйек ауасы керемет еді. Көлдегі су жылы болғандықтан қонақтар шомылуға шешім қабылдады. Кейбіреулері шомылу киімдерінсіз келгендіктен кезек-кезек шомылуға келісті. Қыздар көлдің бір жағынан, еркектер екінші жағынан. Меруерт пен Әмина бірінші болып шомылуға жиналды, ал қалғандары сол кезде дастархан жайды. 20 минуттай өткенде кенет қатты айқай естілді. Көмектесіңдер. Бұл меруерттің дауысы еді. Сәкен және тағы бірнеше адам суға қарай жүгірді де, жас қалыңдықтың көлде батып бара жатқанын көрді. Әмина жағада бір аяғымен секіріп тұрған, оны тырысқақ ұстап қалған еді. Құрбысы көмектесе алар еді, бірақ өзі тіпті аяғынан тік тұра алмады. Меруерті құтқарылды, бірақ қорқыныш пен стресс тым күшті болғандықтан түсіп тастап еді. Осыдан кейін келіншек ұзақ уақыт бойы депрессияда болды. Бір күні Әділ Әминамен ашық сөйлесуге шешім қабылдады. Сен еткен қатыгезсің, Әмина. Мен тіпті өзім сенен қорқа бастадым деді. Бұл не үшін? Деп менсінбей күлді ол. Меруертті баспалдақтан кім итеріп жібергенін мен білмейді дейсің бе? Білемін, және қалай бір сезімсіз адам құрбысының батып кете жаздағанын көріп, тіпті көмектесуге тырыспағанын айтып бере аламын. Онда үндемегенің жақсы деп ысылдады Әмина, әйтпесе мен де көп нәрсе айтып бере аламын. Мысалы, сенің Сәкенге тиесілі барлық нәрсесін тартып алуды армандағаныңды. Меніңше, бұл оған ұнамайды деді Әмина. Сұмпайсың, бірақ ештеңе де қолыңнан келмейді. Неге? Өйткені сен тым эмоционалдысың және ақымақсың. Кек суық күйде ұсынылатын тағам. Ал сен асығыс әрекет етесің. Егер бір нәрсеге қол жеткізгің келсе, жоспарлау, әр қадамды есептеу керек. Ал сенде эмоцияң алда, ақылың артта. Маған үйретесің бе? Әмина серігіне қызығушылықпен қарады. Маған тұрмысқа шық деді Әділ сабырлы үнмен. Әмина тыжырынып, оны итеріп жіберді. Жынды ма едің? Мен сені сүймеймін. Мен де сені сүймеймін деп күлді Әділ, бірақ бұл ортақ іс үшін керек. Тыңда, сен Меруерттің ең жақын құрбысысың, ал мен Сәкеннің туыс інісімін. Егер біз отбасы болсақ, оларға одан сайын жақын боламыз. Отбасылық мерекелерде әр түрлі бас қосуларды. Сәкен бізден ұзап өтпейді. Біз бірге жұмыс істей аламыз, бір-бірімізге көмектесе аламыз. Бұл тамаша одақ болады. Меруерттің әкесімен Сәкен бірігіп жеке клиника ашпақшы. Меруерт те сонда жұмыс істейді, әкімші болып. Ендеше біз неге оның бір бөлігі болмасқа? Бізге тек отбасылы ретінде ресми түрде тіркелуіміз керек.
Біз екеуміз жеке-жеке емес, отбасы болсақ, бізге сенеді. Екеуміздің бас қосуымыз сенімдірек болады. Жұмысқа да ойланбай алады. Әмина ойланып қалды. Бұл шынымен де данышпандық қадам еді. Сәкенге жақын болу үшін онымен жұмыс істеу керек. Ал фармацевт пен кардиохирург қалай жақын бола алады? Тек бір жоба аясында. Отбасылық бизнес тамаша нұсқа болады. Ол жақын болады. Жұбатады, қолдайды, бәрінен де жақын болады. Әсіресе Меруерт жоқ болғанда. Әмина қуанып кетті. Әділ ұсынысын қайталағанда ол иә деп жауап берді. Екеуі бас қосып дүркіретіп той өткізді. Ең бақытты Меруерт сияқты көрінді. Ой, Әмина, енді біз әрдайым жақын боламыз. Енді біз бір отбасының мүшесіміз ғой, өйткені біздің күйеулеріміз бөле ағайындылар, ал біздің балаларымыз да біз сияқты жақын болса екен деймін. Иә, рас деп күлді Әмина, ол балалы болуды қаламады, бірақ ең бастысы Сәкен мен Меруерттің мүлдем балалары болмаса екен деп тіледі. Бір жылдан соң екі отбасында да ұл балалар дүниеге келді. Азамат пен Бауыржан. Азамат бар болғаны 2 айға. Әмина өз ұлы Бауыржанға мейірім қоя алмады. Өйткені күйеуі Әділге тым ұқсас еді, сарғыш шашты, көздері жақын орналасқан және қыры мұрынды. Ал күйеуі Әділ бақытты. Туу палатасында кішкентай баланы алғаш көргенде ол жылап жіберді. Сәлеметсің бе, кішкентайым? Менің қуанышым деп мақтанышпен айтты ол. Қандай сүйкімді, рас па, Әмина? Иә, сүйкімді, дәл сен сияқты деп құрғақ жауап берді әйел, төсекте жатып. Әулеттің мұрагері. Енді ол Сәкеннің баласынан қалған киімдерді киетін болады деді. Оның сөздері сәтсіз әзілдей естілді. Және сол сәтте ол күйеуінің бетінің ашудан боп-боз болып кеткенін көрді. Әділ лезде тұрып әйеліне жүгіріп келіп шашынан ұстады. Аузыңды жап. Тағы да сондай сөз естісем өлтіремін. Түсіндің бе? Деді. Әмина күйеуінің көзінен алғаш рет нағыз ашуды көрді. Ол түсінді, ол шындап айтып тұр. Ол кез келген уәдесін орындай алады. Сол күннен бастап әйел сөздерінде абай болды, бірақ ішінде сенімділік өсті. Әділ Сәкеннен бәрін тартып алуды ғана емес, одан құтылғысы келеді. Қызғаныш қандай ауыр еді. Азамат дені сау, мықты бала болып өсті, ал Бауыржан туылғаннан бастап әлсіз болды. Меруерт пен Сәкен арасындағы махаббат жылдар өткен сайын тек нығая түсті, ал Әділ өз әйеліне зат сияқты қарайтын. Ол көз алдында көңілдестермен кездесетін, ал егер Әмина қарсылық білдіруге батылы барса, ұрып жіберетін. Маған мұндай өмір неге керек? Деп жиі ойлайтын Әмина, мен бақытқа лайық емеспін бе? Неге бәрі Меруертке бала кезінен бері тиесілі, әдемі көйлектер, бай отбасы, ал мен оның көлеңкесінде жүремін деп жылайтын. Неге оның күйеуі оны сүйеді, табынады, ал мен менсінбейтін адаммен бірге өмір сүремін? Деп ішінен тісін қайрай беретін. Осылайша Әмина өзінің ең жақын құрбысын, Меруертті, іштей қарғайтын. Уақыт өте келе Меруерт пен Сәкеннің отбасына деген жек көрушілік соншалықты ушығып, тіпті Әмина іштарлықтан, көре алмаушылықтан ауырып қалатын болды. Бірақ оның жанында тағы да сол құрбысы көмектесіп жүрді, ауруханаға келеді, үйіне барып кірлерін жуып берек дайындады. Әмина көмекті қабылдады, бірақ сонымен бірге өз дәрменсіздігі үшін Меруертті одан сайын жек көре түсетін. Оның жек көрушілігі баяғыда ақ ішкі дертке айналған еді, бірақ Әмина мұны әлі де түсінбеген болатын. Уақыт өте Сәкен жеке клиника ашып бас директоры болды. Акциялардың 20% марқұм қайнатасынан Меруертке мұра боп қалған еді. Ал Әмина болса тістерін сықырлатты, тағы да бәрі соған, ал маған түк жоқ деді. Әмина мен Әділ клиникада жалдамалы қызметкерлер ретінде жұмыс істеді. Бір күні Әмина күйеуіне ашу-ызаға булығып тіл қатты. Қашан осылардың қиналғанын көреді екенбіз? Деп сыздана айқайлады ол. Аузыңды жапта, сұрамаған іске араласпа деп ашуланды Әділ, бұл мен шешетін мәселе. Сен өзіңе тым көп жауапкершілік аласың. Жылдар өткен сайын Әділдің кек қайтаруға мүлдем бейілдемес екені белгілі бола бастады. Оның өмірі өз ағысымен жүріп жатты, бөлім басшысы, жақсы табыс, қала сыртындағы үй, қалада
Бәлкім, ол бала күнде анасының оны үнемі Сәкенмен салыстырып, Сәкенге жаңасын, өзіне қолданған киімді берген күндерді ұмытқан да шығар. Бірақ Әмина үшін бұл жай ғана өткен шақ емес еді, бұл жекеге ет. Себебі ол Сәкеннің әйелі болуы тиіс еді. Байлық та, мансап та соған тиесілі болуы керек еді. Бірақ оған бұйырғаны мәңгілік көлеңке, екінші қатардағы өмір. Сол себепті ол кек алу жоспарын ойлай бастады. Алайда тағдыр бұған өзі кірісіп кетті. Бірде достар тобымен бірге таулы өзендерге рафтингке шықты. 2 орынды қайықта Сәкен мен Әділ бірге отырды. Қайық аударылып екеуін ағыс алып кетті. Әділ жағадағы тастарға ілініп аман қалды. Ал Сәкен жоғалып кетті. Құтқарушылар 1,5 тәуліктен кейін келді. Бірақ кеш еді. Сәкен із-түзсіз жоғалды. Осы кезде күтпеген жаңалық ашылды. Біраз уақыт бұрын Сәкен өсиет қалдырған екен. Барлық мүлік жылжымайтын және жылжымалы заңды түрде әйелі мен ұлына, Меруерт пен Азаматқа өтті. Тек клиника ғана өсиеттен тыс қалды, ол Әділге берілді. Клиника қызметкерлері таңғалды. Әділді ұната бермейтін, тіпті ашық қарсы сөйлейтіндер, егер Сәкеннің інісі болмасаң, сен бұл жерге жоламас едің деп кекететін. Сол секілді оның әйелі Әмина да тек қаржы директоры ретіндегі лауазымын ағайыншылықпен алды деп есептейтін. Әділдің көзін құртқан сен бе? Деп күдіктене сұрады Әмина күйеуінен. Не деп тұрсың? Тағы да аузыңнан сондай сөз шығарсаң, психиатрға баруыңа тура келеді, түсіндің бе? Деп ашуланды Әділ. Бірақ Әмина бәрін түсінді. Бұл дәл сол. Ол не себепті екенін өзі де түсінбей, қорқынышқа қарамастан, бостандықты сезінді. Сәкен жоғалған сәттен бастап кісендері алынғандай болды. Ал қазір Меруерттің азап шегіп отырғанын ойлаған сайын, Әмина ішкі жын перісімен бірге күлетін, тоқтамастан, есінен адасқандай тырқылдап күліп алатын. Меруерттің көз жасы оған күш беретін. Меруерт шын мәнінде күйзеліске түсті. Ер жетіп келе жатқан ұлы Азаматпен жалғыз қалды. Жаңа өмір құруға күші болмады. Сәкенсіз өмір тоқтап қалғанда еді. Клиниканы енді Әділ басқарады. Меруерт үнсіз ғана өз үлесін 20% акциясын сақтап қалды. Неше түрлі ұсыныстарға қарамастан сатуға келіспеді. Бір күні Әділ шыдамады. Меруерт, мен жақсы баға ұсынып тұрмын. Сен өнер адамсың, бизнесті қайдан білесің? Бұл акциялар саған не үшін керек? Деді. Мен оларды ұлыма немесе Сәкенге беремін. Ол оралғанда деп жаймен жауап берді ол. Қайдан оралады, өзеннің түбінен бе? Бірнеше жыл өтті. Ол оралмайды, түсінетін кезің келді. Оралады деді сабырлы үнмен Меруерт, сосын сенің қолдан жасаған өтірік өсиетіңмен өзі айналысады деп сөзін толықтады. Не дедің? Мен өсиетті қолдан жасадым дейсің бе? Бұлай апитуға қалай дәтің барады? Деген Әділ түтігіп кетті. Мен оның заңды әйелі және заңды мұрагерімін деп сабырмен қайталады Меруерт. Ол қателеспепті. Сәкен бірнеше жылдан соң оралды. Сол уақыт аралығында Азамат жоғары дәрежелі хирургқа айналып үлгерді, күрделі оталарды өзі жасайтын деңгейге жетті. Меруерт ешқашан тұрмысқа шықпады. Ол Сәкенді күтіп сүйіп өтті, ешкім мәйітін көрмеген адамды. Ол Сәкен екеуі өз қолдарымен тұрғызға үйден көшуден де бас тартты. Жоқ, балам, бұл тақырыпты қозғама. Әкең бір күні қайтып келеді, ең алдымен осы үйге келеді. Ал мұнда бөгде адамдар болса, ол үй емес деді. Азамат келісті. Қалада пәтері болса да, анасының жанында, қала сыртындағы ескі үйде қалды. Клиникаға жұмысқа тұру үшін Әмина мен Әділ барынша көндірмек болды. Бірақ Меруерт үзілді кесілді қарсы шықты. Солармен қарым-қатынас бір жағдайдан кейін мүлде тоқтады. Акцияны сатып алу туралы кезекті ұсыныстан кейін Әділ: жарайды, сатпайсың. Онда бәлкім маған тұрмысқа шығарсың, деді. Меруерт сілейіп қалды. Көздері үлкейіп кетті. Ол өзін әзер ұстады. Сен шындап айтып тұрсың ба? Сен менің күйеуімнің туысы боласың, менің ең жақын құрбымның күйеуісің, сонда да маған үйленгің келе ме? Ең жақын құрбы?
деп күлді Әділ. Ол сені 2 рет өлтіруге тырысты, тіпті бір жолы батып бара жатқаныңды көріп, әдейі көмек бермей қарап тұрған. Әмина әрдайым Сәкенді сүйді, ал сені жек көрді. Ал мен сені сүйемін, Меруерт, ең алғашқы күннен бастап. Әрқашан сені одан тартып алғым келетін деді. Меруерт құлақтарын алақанымен жапты. Ол естігісі келмеді. Бірақ Әділ бар даусымен айқайлап жатты. Тек үнсіздік орнағанда екеуі де есік алдында Әминаны көрді. Ол ақ сұр қабырғадай бозарып кетіпті. Ол бәрін естіген еді. Екеуің де қарғысқа ұшыраңдар деді ол шыңғырып. Сосын есікті тарс жауып кетіп қалды. Сол күннен бастап Меруерт Әділ мен Әминамен ешқашан сөйлеспеді. Бұл әңгіме оның жанын жұлмалап, ішінен өртеп жібергендей болды. Ал Әмина мен Әділ бұған да үйреніп қалғанда еді. Олардың жүректері баяғыда мұзға айналған. Егер біреу оларды ажырасып кеткен десе қателеседі. Олар бірге тұрады, сырт көзге мінсіз отбасы болып көрінеді, бірақ шын мәнінде әрқайсысы өз өмірімен, өз қараңғылығымен өмір сүріп жүр. Ұлдары Бауыржан салқын қанды адам болып өсті. Ол адамға қажет нәрсе тек билік деп есептейтін. Адамдарға жаны ашымайтын. Басынан басып өте отырып мақсатына жетуді үйренген. Менеджмент университетін бітірген соң әкесінің клиникасында жұмысқа орналасты. Алайда ол ешқашан дәрігер болғысы келмейтін. Себебі өз сөзінше ол адамдарды ұнатпай. Бірде әкесіне: «Әке, білесің бе, неге сенің ағаң гений болды да сен ортанқол дәрігер болып қалдың? Себебі сен адамдарды жақсы көрмейсің. Саған адамды емдеу емес, өлтіру тиімдірек. Сенің орның мәйітхана» деп мысқылдап күлген. Әділ жымиып қана: «Аузыңды жап күшігім» дегенде қойған. Бұл жай ғана ескерту еді, сен де менен артық емессің дегенім. Бауыржан бұл сөзді елемеді. Бірақ шын ашуын аярудың таңдауынан алды. Ол Бауыржанды емес, оның бөле ағасы Азаматты таңдады. Тіпті денсаулық үйі клиникасына жұмысқа кіру мүмкіндігі бола тұра, аяру сүйіктісінің артынан жедел жәрдем станциясына кетті. Тағдыр қайталанып жатқандай. Меруерт осылайша өткен өмірін ойлап жатып көзі ілініп кетіпті. Күйеуі жоғалып кеткеніне қаншама жыл өтсе де үмітін үзбеп еді. Үміті алдамапты. Міне, қандай күйге түссе де сүйікті күйеуін өз көзімен көріп отыр. «Анашым, әкем есін жиды» деді Азамат жаймен, диванда ұйықтап қалған анасының иығына ақырын түртіп. Меруерт көзін ашып жымиды. Маған түсімде ол мені шақырғандай көрінді. Ол ешкімді шақырмады. Жай ғана көзін ашты. Мен оның жанында болдым. Әрине, ол мені танымауы мүмкін, қаншама жыл өтті. Бірақ сіз, анашым, сіз мүлде өзгермегенсіз. Суреттердегідей сіз деп күлді Азамат. Меруерт әлсіз жымиды. Орнынан тұру үшін ұлының қолынан ұстады. Мен шын айтып тұрмын. Сіз мен үшін әлемдегі ең әдемі адамсыз. Есін жиған Сәкен қабағын түйіп, әлденені еске түсіруге тырысты. Сіз кімсіз дейді. Меруерт үнсіз жылады. Көлікпен үйге қайтып бара жатып Азамат анасына бір маңызды нәрсе айтты. Әкесінің желкесінде тыртық бар екен. Бұл нені білдіреді, балам? Деп Меруерт алаңдап сұрады. Бұл оны біреу ұрған. Тасқа соғылған не? Азамат кілт тоқтады. Не, балам? Айт, деді Меруерт дірілдеген үнмен. Не, оны біреу ескекпен ұрған. Меруерттің өңі қуқыл тартып кетті. Ол бірден түсінді, кім, қашан, не үшін. Демек, әкең сол күнгі болғанның бәрін есіне түсіруі керек. Әділ жазасын алуы тиіс. Азамат жалғастырды. Әкемді таулы ауылдың бақташылары тапқан. Ол жадынан айырылған, аты жөнінде білмеген. Олар оны ұмытшақ деп атап кеткен. Өзіне үй салып алған, жергілікті жұртпен жұмыс істеген. Егістікте, орманда, тіпті аң аулаумен де айналысқан. Бірде аю шабуыл жасағанда ауыл адамдары жедел жәрдем шақырған. Тікұшақпен қалаға жеткізілді. Олай болмаса тірі қалмайтын еді. Ол есінде бірақ нәрсені сақтапты, Меруерт деген есімді. Айтқан сайын жүрек ауыратын. Меруерт көз жасына ерік берді. Азамат көлікті тоқтатып анасын құшақтады. Жыламаңыз, анашым. Ол жақсарады.
Біз оны үйге аламыз. Ескі өмірге қайта оралу үшін уақыт керек деді. Күн өткен сайын Сәкен сауыға бастады. Алғашқы күндері ол өзінің ескі кабинетінде көп уақыт өткізді. Бір күні ол шығып, ұлына бір құралды ұсынды. «Бұл стетоскоп па?» деп сұрады. Меруерт пен Азамат қуанғаннан жылап жіберді. Бірақ ең маңыздысы әлі болмады. Сәкен отбасын, өз өмірін есіне түсірмеді. Олар оның тірі екенін ешкімге айтпады. Шындықтың өз уақытында ашылатынын білді. Жарты жылдан кейін, бірде таңертең, Меруерт подноспен баспалдақтан түсіп келе жатып, халатының етегіне басып сүрініп кетті. Ыдыстар сылдыр етіп құлады. Әйел құлай бастады. Сол сәтте Сәкен, «Меруерт!» деп айқайлап ұшып тұрып, оған ұмтылды. Ол оны ұстап қалуға үлгермеді. Екеуі бірге домалап түсті. «Меруерт, саған ештеңе болмады ма?» «Мен қорқып кеттім. Сол бір күндегідей. Жаңа жыл алдында. Сені біреу баспалдақтан итеріп жібергенде. Мен таксидің ішінде сені күттім сосын». Меруерт аң-таң болды. «Сен есіңе түсірдің бе?» «Сәкен!» деп кемсеңдеп жылады. Сәкен оны құшақтап алды. Жады оралды. Кейінгі айларда сот процестері, тергеулер, сараптамалар жүрді. Меруерт пен Азаматтың көмегімен Сәкеннің құқығы қалпына келтірілді. Клиника оған қайта берілді. Әділ, кінәлі деп танылып сотталды. Әмина мен Бауыржан клиникадан шығарылды. Қайда екендері беймәлім. Меруерт пен Сәкен үшін енді бұл маңызды емес. Олар басқа нәрсеге дайындық көріп жүр. Ұлдары Азамат келіншек түсірмекші. Айдай ару аяруды келін етпек. Сәкен мен Меруерт той қамымен шапқылап жүр.